Бізде кітапханашы қалай? Мәдениет саласының қызметкерлеріне айлық көтереді, кітапханашыға көтермейді. Мектептің мұғаліміне айлық көтереді, кітапханашыға көтермейді. Өйткені екі салада, екі ведомствоға қарайды. Маған вице-министр Дәуешов айтады, мен былтыр біздер 20%-ға көтердік дейді. Сіз 20% ақшасын есептеп көріңізші, 4900 теңге. Қолына түсетіні 2400 теңге. Ол ұят нәрсе ғой. Түсесіз бе? Менің ойымша қазіргі келген жаңа министрлер ешқандай осындай бұра тартатын дүниеге, осындай сынасы қағылып қалған 30 жылдан бері өзгермеген дүниеге жастар ретінде рухты, намысты тұрғыдан келіп жаңа өзгерістер енгізу керек. Мен ұстаздардың білім сапасын көтеруге байланысты. Өйткені ақшаны, айлықты көтеріп жатырмыз. Ұстаздар ренжейді. Айлықты көтеріп жатырмыз. 3 жылда 75%-ға, биыл 23 жылдың 1 қаңтарынан 25%-ға көтердік. Бірақ білімнің сапасы әлі төмен. Әлі ата-ана репетиторлық орталыққа баруға мәжбүр, өйткені мектеп